Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге беттегі қара нүктелерді кетіретін мощный мықты маскамен бөлісетін боламын. Ол өте оңай жасалады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма қош келдіңіздер достар. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Бұл маска өте дәруменге бай, бетті нәрлендіреді, жұмсартады. Және де әжімге де қарсы әсер бар. Бұл масканы бір аптада 2-3 рет жасасаңыздар жеткілікті. Міне екеуін бөлек ыдысқа бөліп алдық. Енді ағын жақсылап араластырамыз. Үйдегі бумажный салфетка бар ғой, соны аламыз да осылай бөліп жұмыртқаның ағына батырып, бетімізге бірте-бірте аз бөліктен жабыстырамыз. Сосын мен сыртынан тағы мақтамен жағып шықтым үстінен. Жұмыртқаның ағы қалса, оны келесі күнінде жасасаңыздар болады. Міне бітіп қалдық. Енді осы барлығы кепкенше ұстаймыз. Мен сыртынан тағы мақтамен жағып шықтым бетіне. Міне кепті, енді жайлап аламыз. Барлығын тазалап алып тастаймыз. Енді мақтаны сулап, тағы да бетімді тазартып сүрт тастадым. Құрғатып тағы сүрттім. Енді артынан жаңағы жұмыртқамыздың сарысын алып, оны да араластырып, бетімізге әдемілеп жағып шығамыз. Кисточкамен де жаға бересіздер. Мен бірақ мақтамен жақтым, маған солай ыңғайлы болды. Енді жағып біткен соң сыртынан тағы бір қайтара жағасыздар. Осылай 2-3 қайтара жақсаңыздар болады. Бетті әбден кептіреміз, сосын жылы суға жуамыз. Міне бетімді жудым. Бетім сондай жұмсақ болып қалды. Тап-таза жаңағы қара нүктелердің барлығы жоқ болып кетті. Менде бетімде қара нүкте осындай мұрнымның айналасында, мұрнымда кәдімгідей бар еді. Бір жасағаннан мықты нәтиже берді. Достар, сіздер де жасап көріңіздер және комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Менің видеоларым ұнап жатса, маған қолдау көрсетіп, лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер.